Қымбатты тыңдарман, Джош Макдауэллдің «Әкенің 10 міндеті» атты аудио кітабын назарыңызға ұсынамыз. Осы кітапқа қосқан құнды үлесі үшін мен мына адамдарға алғыс білдіргім келеді. Менің досым, әрі 35 жылдан аса әріптесім Дэйв Бейлиске. Ол осы кітаптың жалпы тұжырымдамасын жасауға көмектесті. Және әңгімелерімізбен менің сөз сөйлеуге арналған міндеттеріме сүйене отырып, оның қолжазбалық нұсқасын жазып, осы жұмысқа соңғы әр беруге көмектесіп, оған біраз қажетті түзетулер енгізді. Дэйвтің әке болуға қатысты сұрақтардан хабардар болғанын мойындап, мен оның қосқан үлесіне алғысымды білдіремін. Дэвид Тёрстонге қолжазбаны сынап талдаған үшін және кітаптың мазмұнын түсінікті ете түскен пайдалы пікірлер үшін. Бекки Бейлиске қолжазбаны басып шығаруға компьютерлік дайындық жүргізгені үшін. Джошуа Девризге өндіріс кезеңдерін үйлестіргені үшін. Harvest House баспанасындағы Терри Глеспиге маған кітаптық идеялық бағыты мен үндестігін анықтауға көмектескен аян мақсаты мен басшылығы үшін. Harvest House баспанасындағы Пол Госсартқа кәсіби редакциялауы мен пайдалы кеңестері үшін. Оның көмегімен менің қолжазба жұмыстарым сәтті аяқталды. Алғы сөз: әке болу оңай емес. Әке рөліне риза болғаныма және оны ешқандай рөлге ауыстырғым келмейтініне қарамастан, болды, мен бұны таңдамадым деген айғаймен шашымды жұлғым келетін кездерім аз емес. Біз, әйеліміз екеуміз, әлемдегі ең жақсы ата-ана болуға бар күшімізбен тырысамыз. Бірақ тығырыққа тірелген кезде мен жиі өзімнен WWJD деп сұраймын. Жоқ, мен Иса не істер еді деп сұрамаймын. Алайда балаларды тәрбиелеу сұрақтары бойынша көктегі кеңсе мен желідегі тікелей байланыс өте орынды болар еді. Дегенмен, бұл қаншалықты қайғылы болмасын, Құдай бұл мәселеде өте ықшамды болып, қалай жақсы әке болу жайында жан-жақты нұсқаулық қалдырмады. Шынын айтқанда, оның айтқандарының көп бөлігінде ашық пікірталас тудыратын мінездеме бар. Мысалы, Луқа жазған ізгі хабардың 14-ші тарау 26-ші аятында What will Jesus do деген ағылшын сөзінің шартты түрде қысқартылған түрі Иса не істер еді протестанттық масықшылар арасында кеңінен таралған. WWJD деген сөз Джош не істер еді дегенді білдіреді. Әкемнің кітабы біздің тәрбиеміздегі негізгі қамқорлық анамның мойнында болды. Делінген мойындаумен басталады. Өйткені ол ел аралаған уағыздаушы болды. Әйтсе де, менің ата-анам ұйымшыл команда болды және бола береді де. Кемелдіктен алыс па? Әлбетте, әкем көптеген қателіктер жіберді. Өз кітабының 1-ші тарауында ол осылар жайлы бүкпесіз бөлісті. Ол ер жеткен қорқынышты жағдайларды ескере отырып, әлеуметтанудың барлық заңдылықтары бойынша оны толық күйреу күтіп тұрды. Бұл жайлы толығырақ бірер минуттан соң. Джош не істер еді деген сөз ағылшынша What will Josh do деп айтылады. Әкеме тән кемшіліктерге қарамастан, ол бізді, өзінің балаларын бізге қажетті сүйіспеншілікпен қоршап, тәрбиелей алды және мен де өзімнің 3 балама дәл солай істей аламын деп үміттенемін. Міне, сондықтан да мен әкеме осы кітап үшін алғыс білдіремін. Ол жерден сіз баланы тәрбиелеу, аспаздық өнердің немесе демалысты жоспарлау өнерінің туысы сияқты лайықты ұрпақ тәрбиелегісі келетін әкелер нені істеу немесе істемеу керек деген қарапайым тізімді таппайсыз. Әйтсе де, тіпті оның мұқият жоспарлануы да сізге жетістікке жетуге кепілдік бермейтіні бәріне белгілі. Тәрбиелеу, жайлап айтқанда, оңай жұмыс емес. Бұл кітап киелі кітаптық ақиқаттармен және кейбір тәжірибелік нұсқаулармен түзетілген. Менің әкемнің жеке тәжірибесіндегі жетістіктері мен сәтсіздіктерінің куәлігі. Мен әкемді өз өміріндегі қиыншылықтарды жеңіп шыққаны туралы айтқан адалдығы үшін өте бағалаймын. Осы кітаптың беттерінде әдеттегідей ол өзіне адал. Мен оның отбасын бұзған маскүнем әкесі жайлы және балалық шағында жыныстық зорлық көргені туралы әңгімелерін бірнеше рет естідім. Дегенмен, ол бала кезінде қаншалықты азап шеккенін отбасылық мерекенің бірінде түсіне бастадым. Анам бізбен өзінің балалық шағында күлкілі оқиғалармен бөлісті. Сол кезде қарындасым әкемнен балалық шағындағы қызықтарымен бөлісуді сұрады. Біразға созылған кідірістен кейін ол «Сірә, менде ешқандай қуанышты балалық естеліктер жоқ» деді. Неге екенін білмеймін. Бұл сөз менің жанымды қатты ауыртты.
әкем өз өміріндегі ешбір бақытты отбасылық оқиғаны есіне түсіре алмады. Маған ол қатты батты. Бірақ сонда да әкемнің қуанышсыз балалық шағы 10 жылдан кейін өзінің сүйікті отбасының ортасында отыруға кедергі болмады. Ол бұған қалай қол жеткізді? Егер сізді осы сұрақ қызықтырса, онда бұл кітап сізге арналған. Қандай жағдай болса да, бұл Құдай тіпті терең бұзылған отбасыларды қалпына келтіруге күші жетерлік екеніне куәлік береді. Сіз үнемі ұйқыңыз қанбағандықтан жұмыста ұйықтап қалмауға тырысатын жас әке болсаңыз да, немесе көп жылдық ата-аналық қақтығыстарға денеңіз үйренген әке болсаңыз да, әкенің 10 міндеті кітабынан көптеген үміттендіретін және қарапайым пайдалы кеңестерді табасыз. Жағымды тыңдау болсын. Сонымен, әке не істеу керек? Маған бұл мәңгілік секілді болып көрінді. Мен қабылдау бөлмесін қадамдарыммен өлшеп, тоқтай алмадым. Дотти босандыру бөлмесінде мен күткеннен де көп болды. Сол уақытта болашақ аналарға арналған курстар болмады, ал күйеулеріне босану кезінде қатысуға рұқсат берілмейтін. Болашақ әкелерге қабылдау бөлмесін қадамдарымен оң шетінен бош шетіне дейін өлшеп, сарыла ұзақ күтуге тура келді. Сондықтан да мен қалыптасқан дәстүрді бұзбадым. Ақыры Дотти мен салмағы 8 фунт және 2 унция сәби босандыру бөлмесінен шықты. Оларды ауруханаға бөлмесіне ауыстырғаннан кейін Дотти маған біздің қызымызды берді. Келлиді қолыма алған кезде мен тіземдегі әлсіздікті сезіндім. Маған сол кезде ғана әке болғаным жайлы түсінік келді. Алайда осы кезге дейін мұның не екенін әлі де түсінбеген екенмін. Көптеген еркектер сияқты мен де әкенің рөліне дайын емес болдым. Және де шын мәнінде қатты қорқып кеттім. Ал егер заманауи әлемде біздің балаларымызды не күтіп тұр дегенді есіме түсірер болсам, онда қорқыныштан басымды жоғалтып алуымда ғажап емес. Ата-аналар осы әлемнің аз ғана құндылықтарын өз балаларының бойын сіңіргісі келеді. Ішімдік, есірткі мен некеге дейінгі жыныстық қатынастарға азғырылу ерте жастан біздің балаларымызды торып жүреді. Жан-жақтан оқушылардың бір-біріне деген дөрекілік әрекеттері, олардың арасындағы зорлықтар мен жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсаулары жайлы естуге болады. Осының бәрі алаңдатпай қоймайды. Сонымен әке не істеу керек? Джош, бұл қалай сенің қолыңнан келді? Көптеген адамдар менің балалық шағымның оқиғаларымен таныс. Мен көп уақытын арақ ішумен өткізетін қалалық маскүнемнің ұлы болдым. Ол анамды ұратын және маған мүлде көңіл бөлмейтін. Әкемнің өмірінде бір рет мені жақсы көретіндігі жайлы айтқаны менің есімде жоқ. Сірә, бір кездері осындай сәтсіз балалық шағым менің өз отбасыма кесірі тимеуі мүмкін емес деп қауіптендім. Бұл мені қатты алаңдататын. Жиі маған Джош, бұл қалай сенің қолыңнан келді? Деген сұрақпен келетін. Менің 4 ержеткен балаларымды Келли, Шон, Кетти және Хизерді көріп, бәрі әйелім екеуміздің осындай адал мәсіхшілерді қалай тәрбиелегенімізге таң қалатын. Бүгінде олардың бәрі отбасын құрып, өз балаларын тәрбиелеуде. Соған қарағанда әйеліміз екеуміз өз-өзімізді құттықтауымызға болды. Біз бәрін дұрыс жасадық деп ойлағым келеді. Бірақ бұл олай емес. Шындығын айтқанда, мен аз бүлдірмедім. Бірақ шамам келгенше бәрін түзетуге тырыстым. Бұл кітап балаларыма Құдайды және ата-ананы құрметтеуге тәрбиелеу үшін Құдай алдында, отбасымның алдында және өзіме алған міндеттердің мазмұнын көрсетеді. Бірақ осы міндеттерге өтпес бұрын, баланың өміріндегі әкенің рөлі жайлы сөйлесейік. Бірінші, әкеге ананың көмегі қажет. Өздерінің бүгінгі әлеуметтік, рухани және эмоциялық деңгейде жетілгендіктеріне балалар бірінші кезекте менің әйеліме, Доттиге борышты. Мен әкелік міндеттерге барынша байсалдылық таныттым және оған ешқашан селқос қараған емеспін. Бірақ сол уақыттарда мен ес білгелі ел аралап жүрген уағыздаушы болғандықтан отбасыммен жиі болмадым. Ал Дотти сүйіспеншілікпен балаларды тәрбиелеп, бағыт-бағдар беріп, олардың жанында болды. Дотти маған әкенің рөлін орындауға барынша көмектесті. Ол менің екінші жүрегім, екінші көздерім мен құлақтарымның жұбына айналды. Ол мен байқамаған нәрселерді көрді. Оның қырағылығы үшін Құдайға рахмет. Ол мен тіпті өмірде бар екенінен хабарым болмаған сөйлеу екпінін де ести алатын. Оның сезімталдығынсыз мен қайда болар едім?
оның жүрегі менің парасаттылығымнан да артық мәселелердің қыр-сырына енетін, менің түсінігімнен тыс орналасқан қабілет. Оның зеректігінсіз мен өз рөлімді орындай алмас едім. Қысқасы, менің балаларымның анасы олардың әкесіне жетпеген нәрселерді толықтырып отырды. Дәл қазір бұл кітапты көптеген аналар да оқып отыр деп ойлаймын. Шын мәнісінде әйелдер ер адамдардан көп оқиды. Менің сіздерге бірінші кеңесім, бұл кітапты оқуға күйеулеріңізді де көндіріңіздер. Ал екінші кеңесім мынадай: ол әкенің 10 міндетін өзіне алуға тырысқан кезде оған көмекке келуге дайын болыңыз. Осы жауапты бастамада күйеуіңізге сіздің сыйлауыңыз, жігерлендіруіңіз, мақұлдауыңыз, құрметтеуіңіз, жұбатуыңыз және қабылдауыңыз қажет. Ол сіздің қырағылығыңызсыз, сезімталдығыңызсыз және зеректігіңізсіз күнделікті мәселелер мен тұлға аралық қарым-қатынастардың тереңдігін түсінбейді. Осы үшін Құдай еркек пен әйелді бірге қосты. Ол біздің әрқайсымызға, айналамыздағыларға қажетті түсінік пен қабілеттерді үлестіріп берді. Қауым да, оның денесі де оған мысал. Денеміздің мүшелерінің көп, әрі олардың атқаратын қызметтерінің әртүрлі екеніндей, біз бәріміз де көптігімізге қарамастан Мәсіхтің рухани денесіміз. Осылай өзара байланысқан мүшелеріміз, дейді елші Паул. Күйеулер, әйелдеріңізге ілтипатты болыңыздар. Бәлкім, жақсы әке болуларыңыз үшін оның қолдауына қаншалықты қатты мұқтаж екендіктеріңізді аңғармаған боларсыздар. Егер сіздің әйеліңіз бұл кітаппен таныс емес болса, онда сізге Құдай қалайтын әке болуға көмектесу үшін сізбен бірге оқуына ұсыныс жасаңыз. Әйелдер, сізсіз күйеулеріңіз жақсы әке бола алмайды. Оларға көмекке келіңіздер. Оларға сіздің жәрдемдеріңіз қатты қажет. Егер сіз жалғыз басты әке болсаңыз, қамықпаңыз. Әрине, анасыз баланы тәрбиелеу қиынырақ. Егер сіздер ажырасқан болсаңыздар, бұрынғы әйеліңізбен достық қарым-қатынасты сақтап қалуға тырысыңыз және балалар үшін онсыз да мінсіз емес жағдайдың жағымсыз салдарын барынша жойыңыз. Өз қауымдарыңыздағы берекелі мәсіхші ерлі зайыптылардың қолдауына жүгініңіз. Айтылып өткендей, біз, мәсіхшілер, Мәсіхте бір денені құрасақ, басқа мүшелер үшін бөлекпіз. Достарыңыздан көмек сұраңыз. Олар осы кітапты сізбен бірге оқып, содан кейін өз тәжірибесімен бөлісіп, сізге қолдау көрсете алады. Балалардың сәтті тәрбиесін оқшаулау мүмкін емес. Өзіміздің ерлі зайыптылық және ата-аналық міндетімізді орындауымыз үшін Құдай біздің бір-бірімізге тіреу болуымызды қалады. Екінші, балаларға барынша көп уақыт бөліңіз. Менің жағдайым сіздікіне ұқсамайтын болар. Айтып өткенімдей, мен өмір бойы ел аралаған уағыздаушы болдым. Әрине, ол үйде жиі болмадым дегенді білдіреді. Балалардың жанында қалағанымша бола алмауым үлкен мәселе болды. Есесіне үйде болған кезде балалармен қарым-қатынасқа барынша көп уақыт бөлдім. Әне-міне дегенше, балалар да ержетіп, туған үйінен кетіп, өз беттерінше өмір сүре бастайды. Уақыт ырыққа көнбейді. Жиі студент балалармен ренішті қарым-қатынастарына қапаланған әкелерден. Олар кішкене болған кезде мен оларға көп уақыт бөлмедім деген сөздерді естуге болады. Жыршы дұрыс айтады: үйрете көр ғұмырды есептеуді, содан иемденейік дана жүректі. Үйде болған кезде әр бос уақытымды балалармен қарым-қатынасты өткізу керектігімді түсіндім. Мен кеткен уақыттың есесін қайтарғым келді және кезекті сапарға шыққанда балаларға жазып хабарласумен болдым. Тіпті сапарда жүрген кезімде де олармен байланысты жоғалтқым келмеді. Әр күнді бағалаңыздар, балаларыңыздың қасында болыңыз. Ол үшін уақытты аямаңыздар. Тіпті балалармен қарым-қатынас уақытын өз кестеңізге іскерлік кездесу ретінде белгілеп қойыңыз. Тек олардың қасында болудың қымбат мүмкіншілігін жіберіп алмаңыз. Үшінші, өз ықпалыңызды бағаламауға болмайды. Жақында бір әке маған мынандай сөздермен келді: Джош, мен заманауи гаджеттермен бәсекелесе алмаймын. Менің балаларым өз өмірлерін iPhone, iPad, iTunes, SMS хабарламалар, интернет, электрондық пошта, твиттерсіз және киноға барусыз, сыныптастарымен қарым-қатынассыз елестете алмайды. Олар электрондық өрмектермен шырмалған және қажетті нәрселер туралы менен емес, кез келген жерден біле алады. Мен дәрменсізбін. Осы сияқты қиналыс көптеген әкелерге таныс, бірақ олар қателеседі. Сіздердің балаларыңыз араласып жүрген
сол алуан түрлі және техникалық жетіккен ортада сіз бұрынғыдай олардың өмірінде маңызды рөл ойнайсыз. Жалпы ұлттық интернет зерттеудің көрсеткіші бойынша жастардың 45% өз ата-аналарын еліктеуге тұрарлық үлгі деп есептейді. Менің болжамым бойынша сіздер балаларыңызды жастардың поп жұлдыздарына, кино кумирларына немесе атақты спортшыларға еліктейді деп ойладыңыздар. Бірақ ол бұлай емес. Басқа да әлеуметтік сауалнамалар бойынша жасөспірімдердің 32% өз достарын үлгі тұтса, тек 15-і ғана атақты адамдарға еліктейді. Іс жүзінде бұл зерттеулер жас жігіттер мен қыздардың 25 жасқа толғанға дейінгі мінез құлқына, оларды сүйетін әкелерімен тығыз қарым-қатынасы көп әсерін тигізеді дегенді дәлелдейді. Флорида университетінің ғалымдары жақында көптеген жасөспірімдер ата-аналары не ойласа да оларды тыңдайды және бұл ізгі хабар дегенді анықтады. Кей кездері сіздер бұған күмәнданасыздар да, балаларыңыз сіздерді тыңдайды делік. Оларға не айтқыңыз келетінін білесіз бе? Оларға қандай құндылықтарды сіңіріп, қандай өмірлік ұстанымды қалыптастырғыңыз келеді? 4-ші, балаларыңызға қандай құндылықтарды сіңіргіңіз келетінін анықтаңыз. Сіз бәлкім мынадай сөздерді естіген боларсыз. Ешқандай мақсат қоймаған адам ешқашан мүлт кетпейді. Немесе қайда баратынын білмейтін адам тап сол жерге барады. Бұл тәрбиелеу қатынасында да әділетті. Егер біз әке ретінде балаларымызға қандай құндылықтарды сіңіргіміз келетінін білмесек, оларға жақсы ештеңеде екпеуіміз ықтимал. Біз балаларымызды неге дайындау керектігін білуіміз қажет. Әйтпесе, біздің бұл міндетке шамамыз жетпей қалады. Оларға қандай тағдыр қалайтыныңызды білесіз бе? Бір сәтке ойланып көріңіз. Емірене сүйетін балаларыңызды қалай көргіңіз келетінін шын көңілмен айта аласыз ба? Жауаптар әртүрлі болады деп болжаймын. Алайда дәл сол сұрақты Құдайға да қойып көрелік. Адамдарды жауапсыз сүйетін жаратушы, олардан кімді көргісі келеді? Кейбіреулері Құдай бізден тек оның өсиеттерін орындауымызды, атап айтсақ, қызмет етумен бойсынуды ғана күтеді деп сенеді. Балаларыңыздан тек осыны күтесіз бе? Сөзсіз бойсынуды ма? Киелі жазбада балаларға ата-анасын тыңдасын деп өсиеттелген. Әрине, Құдай бізде де соны күтеді. Бірақ бұл Құдай бізге бұйрық беруді жақсы көреді дегеннен емес. Ол шынымен бізден бойсынуды күтеді, бірақ өте орынды себеп бойынша. Иса шәкірттеріне Мұсаның заңын ұстануды үйретті. Ол өз ізбасарларынан Құдайға деген адалдықты және киелі жазбаның өсиеттерін орындауды күтеді. Алайда Иса әрқайсымызға қатысты адалдыққа неліктен сенетінін түсіндіреді. Міне, оның сөздері: бұларды менің көретін қуанышым сендердікі де болсын. Әрі қуаныштарың мейлінше толық болсын деп өздеріңе айттым. Міне, Құдайдың өз балаларына дайындағаны шүбәсіз сүйіспеншілік. Біз де балаларымызға осыны тілейміз бе? Олардың бақытты болғанын қалаймыз. Олардың сәтті болғандарын, жағымсыз жағдайлардан қорғалғандарын, өз беттерінше ойлана алатын, мақсатқа ұмтылған, табысты адамдар болғанын көргіміз келеді. Көптеген ата-аналар белгілі бір ережелердің жиынтығын сақтау, бақытты өмірдің қажетті шарттары деп ойлайды. Және де олардың ойлары дәлелсіз емес. Дәуіт патша мен оның ұлы Сүлеймен патша өз даналықтарымен бөлісті. Пәк таза да тура жолмен жүріп, жаратқанның тәліміне бағынғандар бақытты. Иеміздің ережелерін ұстанып, шын жүректен оған бет бұрғандар бақытты. Жүргізе көр мені өсиетіңнің жолымен, содан зор қуаныш тауып келемін мен. Бұл менің берік әдетіме айналды. Іске асырамын берген бұйрықтарыңды. Балам, егер сөздерімді қабылдасаң, һәм жадыңда өсиеттерімді сақтасаң, құлағың даналыққа ұдайы түрік болса, әрі жан дүниең парасатқа дайын тұрса, осылай әділ, тура, ақ дегеннің мәнін ұғарсың. Ізгі жолдың қайсы екенін табаларсың. Өйткені даналық жан дүниеңе енер, білім де жаныңды қуанышқа кенелтер. Сонда сені ақыл парасат аман сақтар, дұрыс түсінікте әрдайым бақылап қорғар. Біз әкелер балаларымыздың Құдайдың бізге сыйлаған мейірімділік жолдың және даналықтың түсінігінің негізінде адал адамгершілікті таңдауға мүмкіндік беретін, шексіз қуанышқа толы өмірді түсінгенін шынымен қалаймыз ба? Біз балаларымызды әлеуметтің адамгершіліксіз қысымына қарсы тұруға қабілетті болатын, рухани жетілген жас жігіттер мен қыздар болып өсулерін қалаймыз. Олар ата-аналарының үйін тастап кетпестен бұрын, біз оларға осындай құндылықтарды сіңіріп,
кез келген дәрежедегі қиындықтың өмірлік мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін Құдаймен қарым-қатынасты және өмірлік көзқарастарды қалыптастырғымыз келеді. Менің кітабым дәл осы игі мақсатқа жетуге жол ашуға арналған. Бақытты өмірге дайындауға көмектесетін әкенің 10 міндетін және балалар ұясынан ұшып кетпей тұрып, оларда ең аз дегенде 7 өмірлік маңызы бар ізгілікті тәрбиелеуді менімен бірге қарастыруды ұсынамын. Атап айтқанда, бірінші, Құдаймен дұрыс қарым-қатынасты. Екінші, адамдармен дұрыс қарым-қатынасты. Үшінші, өзін өзі баламалы бағалауды. Төртінші, адамгершілікті. Бесінші, тұлға тұтастығын. Алтыншы, терең нанымды. Жетінші, жетістікке жеткенде көкіректенбеуді және сәтсіздіктермен күресуді. Егер балаларыңыз осы 7 ізгілікке ие болса, онда олардың қуанышы кемелді болады. Демек, сіздікі де. Бесінші, сіздің әкелік міндетіңіз жетістікке мақсатталған, бірақ олардың орындалуы әлі жетістікке кепілдік бермейді. Сізге бұл әлемде мінсіз әкелер жоқ дегенді жариялауға рұқсат етіңіз. Сіз осы кітапта атап өтілген барлық 10 міндетті мүлтіксіз орындай алмайсыз. Тіпті өзіңізге арналған барлық міндеттерді орындауға деген шынайы талпынысыңыз болса да, сізде олармен бірге берілген қағидаларды ұстану әрдайым мүмкін бола бермейді. Иә, Құдайдың алдында, өз алдында, немесе балаларыңыздың алдында қабылданған кез келген міндет, оларды құштарлықпен орындауға деген қалаумен келген, бірақ адам болу деген кемеліне жетпеген дегенді білдіреді. Тағы бір рет қайталаймын, өзіңізге артқан міндетпен әрдайым оларды орындауға деген шынайы ұмтылыс ілесіп жүреді. Ол өз кезегінде сіздің міндеттеріңіз қандай да бір өкінішті қалау немесе кездейсоқ ниет дегенді білдірмейді. Бірақ тіпті барлық міндеттерді орындау сізге жетістікті кепілдік етпейді. Әйтсе де, айтылғандардың бәрін есепке ала отырып, мен сізге әкенің 10 міндетін орындау үшін бар күшіңізді салуды ұсынамын. Мәсіхші ретінде, сіз балаларыңыздың осы әлемнің өшпенді ниетімен кездесуге дайын екенін көргіңіз келеді. Сіз оларды бақытты және жарылқанған өмірде уәде ететін Құдайдың өсиеттерін құрметтеуге тәрбиелеу үшін бар күшіңізді салып жатырсыз деп ойлаймын. Және де сөзсіз жоғарыда көрсетілген 7 ізгіліктерді де дағдыландыруға тырысасыз. Олай болса, сіз өзіңізге 10 міндетті алып, тырысуға дайынсыз. Бірінші, балаға ақиқатты әрдайым сүйіспеншілікпен жеткізу. Екінші, бала үшін емес, оның алдында жауапты болуға тырысу. Үшінші, балаға үлгі болу. Төртінші, балаға Құдайдың кім екенін және оның кімге ұқсайтынын түсіндіру. Бесінші, балаға өзімшіл болмауды үйрету. Алтыншы, нағыз махаббаттың не екенін түсіндіру. Жетінші, балаға жақсылықты жамандықтан ажыратуға үйрету. Сегізінші, балаға жыныстық қарым-қатынасқа қатысты түпкі Құдайдың ойын түсіндіру. Тоғызыншы, балаға біз сенетін нәрсеге не үшін сенетімізді түсіндіру. Оныншы, баланың бойында ризашылық сезімін ояту. 10 міндетті қалай орындауымызды білу үшін біз осы кітаптың беттерінде біріккен саяхатқа қадам жасаймыз. Тіпті осыдан кейін де сіздердің балаларыңыз мінсіз тәрбие алып шығады деп айта алмаймын. Қаншалықты мінсіз әке болсаңыз да және балаларыңызда Құдайға, адамдар мен өз-өзіне деген махаббатты тәрбиелесеңіз де, соңғы таңдау балаларыңызда қалады. Сіз олар үшін таңдау жасай алмайсыз, бірақ олардың санасында берік іргетас тұрғызып, дұрыс үлгі көрсетіп, шынайы жолға үйрету сіздің қолыңызда. Мәсіхшілік сенім, сонымен бірге адамгершілік құндылықтар, жексенбілік ас пен немесе киелі кітапты үйде 1,5 ай бойғы зерттеумен келмейді. Ол күн сайын, апта сайын, ай сайын, жылдар сайын балаларымызбен қарым-қатынаста болған кезде ғана бойларына сіңіріледі. Мен балаларға Құдай, өмір, махаббат, адамдармен қарым-қатынас туралы осы не басқа шындықтарды түсіндіру үшін бөлінетін ерекше уақыт жайлы айтып отырмын. Мұса Исраил ұлдарына Құдайды бар жүрегімен, бар жан тәнімен және бар күшімен сүюді, сонымен бірге оның өсиеттеріне бойсынуды өсиет ете отырып, былай деді: осы сөздер жүректеріңнен тұрақты орын алсын. Балаларыңа да бұл сөздерді мұқият үйретіңдер. Үйде отырған, не жол жүрген, төсекте жатқан, не тұрып жатқан кездеріңде де солар туралы айтатын болыңдар. Бұл сөздер қолдарыңа байланған белгі, көз алдарындағы ескертпе жазба іспетті болсын. Әңгіме тоқтаусыз үдерістегі тәрбие жайлы екенін түсінген боларсыз деп ойлаймын. Осылай Мұсаның заманында болды, және де бұл күнге дейін әділетті.